Арктика, Еуразия және Солтүстік Америка құрлықтарының солтүстік шеті мен солтүстік мұзды мұхит аралдарымен қоса түгел қамтитын жер шарының солтүстік полюс аймағы. Сондай-ақ Атлант мұхиты мен Тынық мұхитының іргелес бөліктерінде алып жатыр. Ал Антарктида оңтүстік поляр аймағының орталығындағы материк. Антарктида Атлант, Үнді және Тынық мұхиттармен қоршалған. Олардың 99%-ын мұз басып жатыр. Мұндай суық салқын жерде жануарлар тіршілік етуін тоқтатпайды. Қазір жануарлар әлеміндегі суық жерде тіршілік ететін жануарлар жайлы болады. Достар, видеомызды бастамай тұр. Бұдан бұрын біз әлемдегі жылдам жануарлар атты видеомыз қазақ YouTube арнасы Пазл арнасының көңілінен шықты. Алланың жаратқан жануарлары ерекше. Әрине, таңғажайып Пазл арнасы. Осылай пікір қалдырғаныңызға рахмет. Міне, алдағы уақытта осылай ақырын дамитын боламыз. Сонымен поляр китін тек солтүстік жарты шарда, арктикалық суларда кездестіруге болады. Поляр китінің терісі қара, көк түсті, тұмсығының төменгі бөлігінде ақ дақтары болады. Ересек киттердің салмағы 60 тонна, ұзындығы 18 метрге дейін жетеді. Ал аналықтарының ұзындығы 20 метрді құрайды. Поляр китін кейде Гренландия киті немесе Арктика киті деп те атайды. Поляр киті бір сүңгігенде 200 метр тереңдікке сүңгейді. Бұл кит сағатына 20 шақырым жүзеді. Өздерінен өте нәзік ультрадыбыстық толқындар шығарады. Поляр киті шағын топ болып тіршілік етеді. Поляр киті шамамен 40 жыл өмір сүреді. Кашалот тісті киттер отряд тармағының кашалоттар тұқымдасына жататын теңіз сүтқоректісі. Арктика мен Антарктида және Тынық мұхитында тіршілік етеді. Ересек киттің ұзындығы 21 метр, аналықтары 13 метр, ал салмағы 45 тонна. Басы үлкен болып келеді. Түсі бурылдан қара, қоңырға дейін өзгеріп тұрады. Кашалоттар мұхит кеңістігінде еркін жүзіп, орын ауыстырумен болады. Кашалоттар 50 жыл өмір сүреді. Бас аяқтылармен қоректенеді. Кашалоттар негізінен мұхиттағы киттердің өте үлкені болып саналады. Сейвул китінің ұзындығы 14-15 метр, салмағы шамамен 20 тонна. Антарктида мұхитында тіршілік ететін мұндай киттердің ұзындығы 21 метрге дейін жетеді. Басқа киттерден ерекшелігі оның тұмсығы мен кеуде жүзбе қанатының бір-біріне жақын орналасқандығы. Жүзбе қанаттары үлкен емес. Сейвул шамамен 65 жыл өмір сүреді. Кит тәріздестердің ішіндегі ең жылдам жүзгіш кит болып есептеледі. Сағатына 50 шақырымға дейін жүзеді. Сейвул киттері көбінесе қорегін табу мақсатында топтасып тіршілік етеді. Арктика мен Тынық мұхиты және Гренландия аралындағы мұхиттарында тіршілік ететін финвул, майшабақ кит немесе жолақ бауыр деп аталатын теңіз сүт қоректісі. Жотасы сұр немесе қара, қанаттарының астыңғы жағы мен бауыры ақ түсті болып келеді. Олар 85-90 жылға жуық өмір сүреді. Финвул киттеріне кейде касаткаларда шабуыл жасайды. Бұл киттер балық пен шаяндарды көп жейді. Құйрығы үлкен әрі жалпақ. Олар сағатына 42 шақырым жылдамдықпен жүзеді. Мұртты киттер секілді финвул киті де бүкіл қыс бойы қоректенбей шыға алады. Финвул киттер топтары 6-7 топтан тұрады. Бірақ миграция кезінде олардың саны 300-ге дейін жетеді. Касатка дельфин тұқымдас жыртқыш теңіз сүт қоректісі. Касатканы өлтіргіш кит деп те атайды. Ұзындығы 10 метрге дейін. Салмағы 8 тонна. Жылдамдығы сағатына 55 километр. Түсі ақ-қара,
денесіндегі ірі дақтары жалпы дене көрінісін бөлшектеп тұрады. Жақтары мықты, әрі керемет жұмыс жасайды. Тістері өткір, әрі тығыз орналасқан. Кеуде жүзбе қанаттары жалпақ. Арқа жүзбе қанаттары биік. Арктикадан Антарктидаға дейін таралған. Ареалының барлық аймағында қалың. Касатка 35 жыл өмір сүреді. Қорегі балықтар, бас аяқтылар және итбалықтар. Касатка барлық тіршілік иесіне шабуыл жасайды. Антарктиданың жыртқыштарында касатка бірінші орында. Пингвин тәріздестілер құстардың бір отряды. Пингвин Антарктида мұзды мұхит материкте тіршілік етеді. Пингвиндер құстардың басқа топтарынан ерте кезде бөлінген. Шығу тегі жағынан дауылпаздарға жақын. Қазіргі кезде пингвин тәріздестілердің 6 туысқа жататын 15-17 түрі белгілі. Дене тұрқының ұзындығы 40 см, салмағы 3 кг-нан 45 кг-ға дейін жетеді. Қауырсындары қысқа, тығыз, арқасы қара қоңыр, бауыры ақ түсті, кейбір түрінің басы сары теңбіл болады. Төс бұлшық еттері жақсы жетілген, қанатты ескекке айналған. Пингвиндер керемет жүзеді, сүңгиді, жарғақты саусақтармен, қысқа құйрығы руль қызметін атқарады. Пингвиндер шаян тәріздестілер мен бас аяқты балықтармен қоректенеді. Ал Галапагос пингвині өте сирек кездеседі. Саны аз болғандықтан қорғауға алынып, халықаралық табиғат қорғау одағының қызыл кітабына енгізілген. Ақ аю аюлар тұқымдасына жататын сүтқоректі. Ақ аю Антарктиданың құрлығындағы жыртқыш болып саналады. Дене ұзындығы 2-5 метр, кейде 3 метр, биіктігі 1-5 метр, ал салмағы 800 кг. Түсі ақ, кейде сұрғылт қалың. Солтүстік мұзды мұхиттың жағалауларында және суда жүзіп жүрген мұзды паналайды. Жақсы жүзіп сүңгиді. Негізгі қорегі итбалықтар. Төменгі температураға бейімделген. Бұндай суыққа аю терісі мен етін пайдаланады. ТМД немесе тәуелсіз мемлекет достығы бойынша 1956 жылдан бастап ақ аюды аулауға тыйым салынған. Әртүрлі деректер бойынша қазіргі кезде ақ аюдың саны ТМД елдер бойынша 6000 ақ аю қалған. Морж сайдақ тістілер тұқымдасына жататын ескек аяқты сүтқоректі. Еуразия мен Солтүстік Американың поляр жақ жиегінде және мұзды мұхиттың Антарктида аралығында тараған. Морждардың денесінің ұзындығы 4 метр, салмағы 1 тоннаға дейін жету мүмкін. Артқы аяқтардың ескектері құрлыққа шығуға көмектеседі. Жоғарғы жағының шошақ тістері үлкен, сойдақ тісі аузынан шығып тұрады. Осы тістерінің көмегімен олар мұздың үстіне шығады және судың түбіндегі омыртқасыздарды тауып алып қоректенеді. Судың жиегіне мұздың үстіне шығып бірнешеуі бірігіп топ құрайды. Бұл жануарлардың түрі жойылу қаупі бар, сондықтан морждар қызыл кітапқа енген. Теңіз леопарды немесе теңіз қабланы нағыз итбалықтар тұқымдасына жататын ескек аяқты сүтқоректі Антарктида мұхиттарын мекендейді. Оның денесіндегі май қабаты сол жерде мекендейтін басқа итбалықтарға қарағанда жұқа болады. Теңіз қабланы жалғыз жүреді. Оларды жүзіп бара жатқан мұз үстінде және адам аяғы баспаған аралдар мен жағалаулардан көруге болады. Теңіз қабланы жыртқыш аң. Ол тек балықтар мен пингвиндер және итбалықтармен қоректенеді. Дене ұзындығы 3-5 метр, салмағы 40 кг-ға дейін жетеді. Түсі мысық леопардқа ұқсас, негізгі қорегі балықтар. Сонымен қатар итбалықтар мен құстарға шабуыл жасайды. Қазіргі кезде теңіз леопардтың саны 800 мыңдай. Теңіз пілдері нағыз итбалықтар тұқымдасына жататын ескек аяқты сүтқоректі. Оңтүстік теңіз пілдері ең ірі ескек аяқтылар. Оның дене ұзындығы 6 метр, салмағы 3 тонна. Аталықтарының бетінің ұшында пілдің тұмсығы тәрізді мұрны бар. Ересектерінің түсі ашық қоңыр.
ареалы жердің оңтүстік бөлігінің субантарктикалық және қоңыр салқын суларда тіршілік етеді. Қорегі бас аяқтылар мен балықтар. Теңіз пілдерін аулауға тыйым салынған. Қазіргі таңда теңіз пілдерінің саны 20 мыңға қалған. Антарктидалық көгілдір көзді баклан Антарктидада мекендейтін су құстарының бірі болып саналады. Антарктиданың суығына төзе білген құстардың бірі. Антарктиданың мұхиттарында, өзендерінде мекендейді. Дене ұзындығы 75 см, түсі ақ-қара болып келеді. Қанаты қысқа, тұмсығы мен мойны ұзын. Баклан құсын американдық зерттеуші Роберт Мерфи алғаш сипаттаған болатын. Көгілдір көзді баклан балықтар мен шаян тәрізділермен қоректенеді. Баклан өте тез ұшып, судың бетінде жақсы жүзеді. Ұясын ашық жерге салады. Бірақ жыртқыш құстар ұяларына шабуыл жасап кетеді. Балықшылар баклан құсы балықты көп аулайтынын жиі көреді. Жарайды достар, осымен салқын Антарктида мен Арктиканың төзімді жануарлары туралы видеомыз соңына жетті. Жануарлар әлемі туралы видеомыз ұнаса, лайкты басып, арнаға тіркел.